Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді және өте нәзік пирог дайындайтын боламыз. Және де бұл рецепт өте ыңғайлы, ең қарапайым ингредиенттерден тұрады. Пирогымыз өте жұмсақ, қарап тұрғандарыңыздай өте нәзік болып шығады және өте дәмді. Сондықтан ары қарай қараңыз. Біздің өте тез дайындалатын пирогты дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа, 1 банка сгущенка, 50 грамм ерітілген май, және де ұн, және де әрине де қопсызтқыш керек болады. Сіз бұл пирог миксерсіз ақ, жай венчикпен дайындасаңыз болады. Ең алдымен жұмыртқаны жақсылап миксерлейміз, немесе венчикпен жай араластырамыз. Енді жұмыртқамызға 1 банка сгущенка қосамыз. Кішкене тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді біздің суытылған ерітілген майымызды қосамыз. Енді біздің массамызға тек ұн қосу ғана қалды. Және де қопсытқыш. Қамырымыз дайын болды. Енді кез келген формаға салып 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пирогым жаңа ғана пештен шығарылды. Өте тез пісіріледі, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз.